Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Алла Тағала Рамазан айында ұстаған оразаларымызды қабыл етсін. Қазіргі таңда пітір садақасы жөнінде әртүрлі қаңқу сөздер жүріп жатқаны бәрімізге мәлім. Сондықтан пітір садақасы кімге міндет, оның мөлшері қандай, ол неден беріледі, ол кімге беріледі деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Олай болса, пітір садақасы дегеніміз не? Пітір садақасы ораза айт намазына дейін мұқтаж жандарға берілетін садақа. Пітір садақасының мақсаты. Оған байланысты пайғамбарымыздан осындай бір хадис бар. Ибн Аббастан келген риуаят, ол ұлы сахабалардың бірі. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, ораза ұстаушының бос ісі мен жаман сөзі үшін, яғни кемшілігін тазарту және міскіндерді тамақтандыру үшін пітір зекетін міндет қылды дейді. Демек, бұл хадиске қарайтын болсақ, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр, ораза ұстаушының ораза ұстап жатқан кездегі кейбір кемшіліктерінің орнын толтыру үшін осы пітір садақасының рөлі өте үлкен. Сондай-ақ пітір садақасының келесі мақсаты ол міскіндерді тамақтандыру болмақ. Пітір садақасы кімге міндеттеледі? Оған байланысты пайғамбарымызға мынандай бір хадис келеді. Ибн Омардан келген хадис, Алла әкесі екеуіне разы болсын, айтады. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылманнан болған құлға да, азат адамға да, ер кісіге, әйел кісіге, кішіге, үлкенге бір сақ мөлшер құрмамен, бір сақ мөлшер арпамен пітір зекетін төлеуін міндет қылды. Сондай-ақ оның адамдар айт намазына шықпай тұрып берілуін бұйырды дейді. Бұл Сахих Бұхари кітабында келген хадис. Демек, хадиске қарайтын болсақ, бұл жерден қандай адамға пітір зекетін, пітір садақасын беру міндет етілгені анық түсіндіріп тұр. Демек, ол адам біріншіден мұсылман болу керек екен, сондай-ақ азат болу керек. Үшінші, мал мүлкі жеткілікті нисапты құрауы керек. Жеткілікті нисапты құрауына байланысты біз жеке тоқтайтын боламыз. Нисап деген мәселені тағы да ашықтап түсіндіретін боламыз. Төртінші, ораза айт таңында ол адам тірі болу керек. Абу Хурайрадан келген хадис. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтты. Садақа мал мүлк жеткілікті жағдайда ғана беріледі. Яғни, адам баласы мал мүлікке өзі мұқтаж болып тұрса, оған садақа беру, зекет шығару, немесе пітір садақасын беру міндет етілмейді. Ол өзінікі жеткілікті болып тұрған кезде, ал жеткілікті жағдай дегеніміз не деген мәселе келген кезде, оны біз тағы да түсіндіретін боламыз. Одан кейін хадистің жалғасында жоғарғы қол төменгі қолдан артық, өзін асырап жатқан кісілерден басталады. Жоғарғы қол төменгі қолдан артық дегені бұл садақаны беруші адам мен садақаны алушы адамның артық деген мағынаны білдіреді, және өзің асырап жатқан кісілерден баста дегені бұл әрбір қамқорлығыңды өзіңе жақын жандардан баста дегенді білдіреді. Олай болса, нисап мөлшеріне жету керек дегенді біз түсіндірген едік. Нисап мөлшері бұл 200 дирхамды құрайды. 200 дирхам дегеніміз 595 грамм күмісті құрайды. Демек, нисапқа ие болу дегеніміз жалпы біздің шариғатымызда екі түрлі болады. Біріншісі, ол зекетті төлеуді парыз ететін нисапқа ие болу, ал екіншісі, зекет төлеуді парыз етпейтін, бірақ кіріс кіргізбейтін нисапқа иелену. Бұл дегеніміз меншіктегі мал мүліктер тұтынушы қоржыннан артылғанымен көбейту мен кіріс келтіру мақсатын көздемейтін. Жалпы зекеттік нисапқа ие емес, артық үй, көлік, жиһаз, киім-кешек, ат, есек секілді мүліктердің жалпы құнының нисапты құрауы. Мұндай кісіге зекет төлеу парыз болмаса да, пітір садақасын төлеу, құрбан шалу уәжіп болады. Оның уақыты айт күні араза, біз бағана айтып кеттік, айт күні ораза айт намазы дейін берілу керек. Олай болса, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы 595 грамм күмістің есебін теңгемен шығарған кезде 200 мың теңге деген. Демек, кімнің қоржынында 200 мың теңгесі бар болса, немесе осы ақша болмаса да, оның артық, мысалы айтайық, заттары бар, жиһазы бар, киім-кешегі бар, жаңағы көлігі бар артық, үйі бар басқа да, осылардың барлығын құнын есептеген кезде 200 мың теңгені құрайтын болса, немесе 200 мың теңгеден асатын болса, ол адамға пітір зекетін беру, пітір садақасын беру уәжіп болады. Пітір садақасы неден беріледі? Оған байланысты мынандай хадис бар. Абу Сағид Аль-Худриден, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, заманында ораза айт күні бір сақ тағаммен бергенбіз. Біздің тағамымыз арпа, мейіз, ірімшік және құрма болған. Сахих Бұхари кітабынан. Абу Сағид Аль-Худриден тағы бір риуаят. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ортамызда болған кезде біз әр кішкентай және әр үлкен кісі үшін де, әр азат адам және әр құл үшін де үш нәрседен, бір сақ құрма, бір сақ ірімшік, бір сақ арпадан пітір зекетін беретін едік деп келген. Демек, тағы бір хадиске қарайтын болсақ, Ибн Омардан Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтты дейді. Пітір садақасын кептірілген құрмадан бір сақ, арпадан бір сақ берілуін міндеттеді.
кейін адамдар, яғни пайғамбарымыздың дүниеден өткеннен кейін ибн омардың кезінде, жалпы сахабалардың уақытында, Алидің уақытында кейін адамдар бидайдан беретін болған, бірақ бидайдан жарты сақ беруге өзгерді дейді. Яғни бір сақтан жарты сақ деген өлшемге өзгерді. Демек, сақ дегеніміз не жалпы? Бұл сақ дегеніміз арнайы өлшем құралы. Ол жайында қазір біз олай аштап түсіндіретін боламыз. Кішкене бұл жерде арифметикалық кішкене қосу алулар қажет болады. Ирақтық өлшем деген бар бізде, және хиджаздық өлшем деген бар. Ирақтық өлшем дегеніміз сахабалар Ирақ жеріне көшіп барып, сол жерде бұл сахабалар өмір сүргендіктен, олар сол жердегі сақ деген өлшем құралымен есептейтін болған. Ал хиджаз дегеніміз бұл араб өлкесі, сол жердегі сахабалар бір сол жердің сақ деген өлшемімен өлшейтін болған. Ол екеуінің сәл аздап айырмашылығы бар. Бір сақ дегеніміз бұл 8 ритл деген өлшемді құрайды. Ал бір ритл 128 бен 130 дирхамды құрайды. Бір дирхамның салмағы 2 грамм 975 миллиграмм. Сонда біз егер 130 деп жалпылап ықтият ретінде 130 деп алатын болсақ, сол 130-ды 2 грамм 975 миллиграммға көбейтетін болсақ, 386 грамм шығады. Яғни 386 грамм 75 миллиграмм. Ал біз айттық, бір сақта 8 ритл бар дедік. Осы 386 грамм 75 миллиграммды 8 ритлға көбейтетін болсақ, 3094 грамм шығады. Яғни 3 килограмм 94 грамм. Демек, хадисте айтылған бір сақ дегеннің өлшемі біздің қазіргі тілмен айтқанда 3 килограмм 94 грамм болып шығады. Ал хиджаздық өлшем бойынша сәл кішкене өзгеше. Бір сақ ол жерде 5,3 ритлді құрайды. Бір ритл біз айттық 128 бен 130 дирхам. Бір дирхам салмағы 2 грамм 975 миллиграмм дедік. Сонда осыны көбейтетін болсақ, жалпы не шығады? 386 граммды, яғни шығатын болса, осыны біз 5,3 көбейтетін болсақ, яғни ритлға онда 2 килограмм 49 грамм 775 миллиграмм шығады. Яғни жалпы алғанда 2 килограмм 50 грамм деп жалпылама алсақ болады. Сондықтан біздің мазхабта көбінесе 3 килограмм 94 грамм негізге алынады, ал қалған мазхабтарда 2 килограмм 49 грамм негізге алынады. Демек, жалпы хадисте келген риуаяттарға қарайтын болсақ, пітір садақасы берілетін тағамдардың түрлері ол төртеу екен. Бидай, арпа, мейіз және құрма. Хадисте келгендей, оннан жарты сақ деп айтылды. Ол дегеніміз жаңағы 3 килограмм 94 граммның жартысы 1 килограмм 547 грамм болады. 1 килограмм 547 грамм. Бұл онмен қарайтын болсақ. Ал арпадан беретін болсаңыз, ол 3 килограмм 94 грамм, мейіз, құрма барлығы 3 килограмм 94 грамм болады. Олардан өйткені бір сақ беріледі. Пітір садақасының құнын беруге бола ма? Қазіргі таңда осындай мәселені көп тарқатып келген бауырларымыз бар. Құнын беруге болмайды. Пайғамбарымыздың кезінде тек қана тамақпен берген. Олай болса біз тамақпен беруіміз керек, біз ақшамен бермеуіміз керек деген сияқты уәждері бар. Оған байланысты біз не дейміз? Оған байланысты Ибн Омардан келген андай бір хадис бар. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, пітір зекетін міндеттеп былай деді: бұл күні оларды байытыңдар деді. Демек, зекеттің мақсаты оларды байыту екен. Бір хадисте бұл күні оларды сұраншылықтан байытыңдар деп келеді. Яғни олардың осы күні сұраншылыққа бармайтын, ораза айт күні. Бұл күні дегені бұл жерде ораза айт күні мақсат етілуде. Өйткені біз бағана айттық, пітір садақасының уақыты ораза айт күні, айт намазына дейін. Тағы бір хадиске қарайық. Муаз ибн Джабал деген сахаба, Муаз ибн Джабалды Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Йеменге жібереді, егіннің зекетін жинауға жіберген. Сол кезде Муаз оларға барып былай деп айтады, йемендіктерге: маған арпа және жүгерінің орнына хамис киімін, яғни хамис деген сондай бір киімнің аты, немесе киілген киімді садақа қылып беріңдер. Бұл сендерге жеңілірек, әрі Мединедегі сахабалар үшін жақсырақ деп айтқан. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, оның бұл ісіне қарсылық білдірген жоқ. Неге бұл жерде Муаз пайғамбарымыз оған егіннің зекетін жинап кел деген кезде оның орнына ол киім алып келуді ұйғарды? Себебі Йемен халқы ол киім тігумен айналысатын, мата тігумен айналысатын, кілем тігумен айналысатын. Оларға ол сол киіммен, матамен беру өте жеңіл болған, және Мединедегі сахабаларға ол пайдалырақ болған. Демек, осы хадисте біз не түсінеміз? Муаз ибн Джабал жаңағы егіннің орнына соның құнын жинап жатыр. Демек, зекетте, жалпы садақада құнын беруге болатындығын осы хадистен түсінеміз, және алдыңғы хадистен. Бұл Сахих Бухариде келген хадис.
және де пітір садақасын құнын беруге болады деген бірнеше сахабалар бар. Мысалы Омар ибн Хаттаб, Абдулла ибн Омар, Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас, Муаз ибн Джабал. Табииндердің ішінде де бар Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басри болған байланысты құнын беруге болады деген арнайы сөзі бар. Таус ибн Кийсан деген үлкен ұлы ғалымдар бұл кісілер сахабалардың көзін көрген. Ата ибн Абу Рабах, Исхақ ибн Рахауай, Суфиян ас-Саури деген сияқты ұлы ғалымдар бар. Фиқхи мазхаб ғалымдары да бар. Мысалы Абу Амр аль-Аузахи деген ғалым, Абу Ханифа ан-Нуман, Ахмад ибн Хамбал бір риуаятында келеді. Имам Бухари осы пітірдің құнын беруге болады деп айтқан. Қазіргі біздің қоғамда көбінесе негізінде бұл құнын беруге болмайды, тек қана тағамын беру керек деген көзқарасты басқа Малики, Шафии мазхабын ұстанатын ғалымдар ұстанса, біздің қоғамда қазір осы мәселені болмайды деп халықтың арасында іріткі шығарып отқандар көбінесе сәләфи бағытында жүрген бауырларымыз. Соларға қатысты айтатын болсам, олардың тіпті сәләфилердің пірі танылған Ибн Таймияның өзі пітір садақасының құнын беруге болады деп топшылаған. Бүгінгі күніміздегі пітірдің құны қандай? Олай болса, біз бағана айтып кеттік, тағы бір еске түсірейік. Бидай жарты сақ, ол дегеніміз 1 килограмм 547 грамм, арпа, мейіз, құрма, ол 1 сақ, яғни олардың килограммын өлшемі 3 килограмм 94 грамм болады. Олай болса, бидай 10 теңгемен есептегенде, оның құны 420 теңге. Өйткені оның килограммы 271 теңге деп есептелген, ал 1,5 килограммы, яғни 1 килограмм 547 граммы 420 теңгені құрайды. Арпаның құны 1 килограмм 100 теңге екен, біздің алтын ордада. Олай болса, оның 3 килограмм 94 граммы болады 309 теңге 4 тиын болады. Бірақ біз жалпылама алып 310 теңге деп алдық. Мейіздің құны діни басқармамыздың, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының белгілеген құны бойынша ол 3580 теңге. Ал құрманың құны 7300 теңге. Осы жерде бір ескеретін жай. Жалпы біз басында айтып кеттік, пітір садақасын беруге міндеттелген адам, ол нисап ақшасы немесе дүниесінің құны нисап мөлшерін құрау керек дедік. Яғни 200 мың теңгені құрау керек дедік. Діни басқарма 200 мың теңге деп белгіледі. Сол 200 мың теңгені құраған болу керек дедік. Олай болса, бізде қазір қоғамымызда ондай ақшасы болмаса да, осы пітір садақасын беріп жатқан адамдар бар. Оларға Алла Тағала разы болсын. Олар мақсаты ол жерде егер сол оразасының бір кемшілігінің орнын жабу болса, әрине құпталады бұл іс. Бірақ біздің қоғамымызда жағдайы өте жақсы. Алла Тағала өздеріне үлкен нығмет берген бизнесмен ағаларымыз, көкелеріміз бар. Енді ол кісілерге осы құрманың құнымен бергені өте жарасымды болады деп ойлаймын. Себебі құрманың құны 7300 теңге. Яғни ол кісілер үшін, ал орташа есеппен алатын болсақ, мысалы өте бай емес, өте бір үлкен бизнес жүргізбейтін бір орташа бір бизнес жүргізген ағаларымызға біз мейіздің құнымен берген абзал деп есептейміз. Яғни 3500 теңгеден адам басына, ал үлкен бизнесте жүрген ағаларымызға 7300 теңгені пәтер ретінде берген абзал деп есептейміз. Алла разы болсын. Пітір садақасы кімге беріледі? Пітір садақасы расында Алла Тағала Құранда оған байланысты осындай бір 8 түрлі адамды ескерткен. Жалпы садақа расында садақалар тек пақырларға, міскіндерге, зекет қызметшілеріне, жүректері исламға дағдыланып келе жатқан кісілерге, құлдарға, қарызға батқандарға, Алла жолда қалғандарға тиесілі. Бұл Алланың парыз еткен үкімі, әрі Алла бәрін білуші һәм өте дана деп Тәубе сүресінің 60-шы аятында баяндаған. Мешітке беруге бола ма? Яғни осы пітір садақасын мешітке беруге бола ма деген сұрақ туындайтын болса, оған байланысты мынандай жауап айтайық. Нафих деген табиғинен келген ұлы табиғи, бұл өте үлкен ғалым. Сондықтан одан келген риуаяттар, хабарлар біздің мазхабта және басқа да көпшілік ғалымдардың көзқарасында қабылданатын хадис болып табылады. Сол себепті ол кісі айтады, Ибн Омар деген сахаба, пайғамбарымыздың тәрбиесін алған Абдулла ибн Омар пітір садақасын садақа жинаушыларға тапсыратын. Олар оны пақырларға, яғни пітір садақасын пақырларға ораза айтынан 1 не 2 күн бұрын беретін еді дейді. Сахих Бухари кітабында келген. Демек, біздің мешіттің қызметі, мешіт садақаларды жинап, пақырларға үлестіру қызметін атқарады. Осындай мақсатта қызмет жасайды. Сондықтан мешітке де сондай мақсатта беруге болады деген үкім шығады осы жерде. Олай болса, құрметті бауырлар, Алла Тағала ұстаған оразаларымызды, берген пітір садақаларымызды қабыл етсін. Қиямет күні Райян жәннатынан кіріп, Алланың құрметіне бөленіп, Алла Тағаланың ардақты дидарын көруімізге баршамызға нәсіп етсін.